Армысыздар, қадірменді қауым. Менің бұл бейнеде жаңағындай қозғайтын мәселе бұл қазіргі мына біздің жастарымыз әртүрлі ұлттарға шығып, жаңағындай ұлдарымыз басқа елге күйеу бала болып, қыздарымыз басқа елге жаңағындай тұрмысқа шығып, бұл енді сондай ахуал қазір күшейіп кетті де. Бұл жерде мен ешкімді былай не істеп отқан жоқпын, мүсіркеп отқан жоқпын. Енді әрқайсысы өзінің бақытын өзі іздеп табады дейді ғой, сол маңдайына жазған болады да. Бұл жерде былай ғой, жаңағындай мысалға мүмкін реніш болып, жаңа қазақтың жігіттеріне немесе қазақтың қыздарына сондай септікпен шыққан шығар деп ойлаймын да. Сөйтіп мен сөгіп отқан жоқпын, бірақ мысалға қыздар, сендер мысалы басқа ұлтқа шығып, сендердің балаларың мысалы қазақ болып есептелмейді, сол жаңағындай шала болады. Мына немеді, жігіттер, сендер де қуана бермеңдер, сендердің де балаларың шала болады. Неліктен? Өйткені Атамқозақ кезінде тек қана қазақ болып есептелетін жаңағындай баланы тек қана әкесі де, анасы да қазақ болу керек, қазақ болып туу үшін. Ал өзге ұлтты мысалға енді ата-бабаларымыздың мысалы тоқал алатын, өзге ұлттың тоқалын алатын тек қана. Ол ада болып есептелетін, шала қазақ, немесе шала жансар қазақ болып есептелетін. Сондықтан ата-бабаларымыз біздің тек қана әкесі де қазақ және анасы да қазақ болатын. Сол кезде ғана қазақ болып есептелетін. Ал енді қазіргі ахуал міне осы. Сондықтан мен айтарым, жігіттер, сендер де жаңағындай басқа елдің қыздарын ала бермей, қыздар сенде басқа жаңағындай ұлттың тұрмысқа шыға бермей, мысалға кішкене болса да қазақ ұлтының жағдайын ойлаңдар. Ертең қазақтан соңғы тұяқ қалмайды, бәріміз өйстіп жыпырлап кетсек. Соны түсініңдер.